Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге шынайы оқиғалар желісімен түсірілген 172 күн атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Индонезияда жамағат мешітте жиналып, Амер атты ұстаз имамдыққа шығып, бәрі намаз оқиды. Ал сол кезде клубта Надира дейтін қыз, оны бәрі Зира деп атайды. Ішімдігін ішіп, көңіл көтеруге келген ол, өзін жаман сезініп, дәретханадағы айнаны сындырып, әкесін еске алады. Сөйтсе, кішкентай кезінде әкесі қайтыс болыпты. Соны көтере алмады ма, әйтеуір ол өмірмен қоштасқысы кеп, қолын тіледі. Оны талған күйі ауруханаға жеткізіп, өмірін сақтау үшін дәрігерлер күресіп, қызы аман алып қалады. Алдында әпкесі Белла отырады. Мен өлемін деп ойлап едім деген сіңілісіне, сол дұрыс болар еді. Жылап, сенен құтылатын едік дегенді айтқысы келеді. Себебі Зира отбасына өзінің ерке мінезімен зиянын тигізіп жатқанын естиміз. Саған не жетпейді осы? Басқа сынақ түссе мықты болып, одан өт деп ашуланған түрде ақылын айтады. Ауруханадан шығып, үйде анасы оны жылап қарсы алады. Бөлмесіне кеп, әкесімен бірге түскен суретін көріп, сағынып оны еске алады. Қыз бала тұрмысқа шыққанша өзінің арын сақтаған дұрыс деген секілді ақылдарын айтады. Зираның көзінен моншақтап жас ағады. Содан ол қазіргі ғұмырын өзгерту үшін алдымен басына орамалын тағып, анасын қуантады. Дінге жақын әпкесіне мені бағытта деп өзгеруді қалайды. Белла алдымен шынайы түрде өкін, бұрынғы өміріңмен және саған жаман әсер еткен достарыңды ұмыт дейді. Екінші қадам Құран оқуға қосыл деп Құран кітабын береді. Сосын үйрену жолында өзіңе құрбы тап деп мешітке кіреді. Осылай әпкесі оған исламның жолдарын үйрете бастайды. Мешітте Имтан дейтін құрбысын кездестіріп, екеуі қуана құшақтасады. Ол да ақырындап үйреніп жүр екен. Содан имам оларға ауыр сөздерді қатал түрде ескертіп, уағызын айтады. Көңіліне жақпаған Зира қайта барғысы келмей қалады. Әпкесіне де имамның сабағы ұнамай, Құран оқитын басқа топты интернеттен қарап, Амер ұстазды тауып соған қатысады. Ол болса дәрісте өлім соңы емес, ол шынайы өмірдің басы. Сол үшін өлімнен қорықпау керек деген сияқты уағызын жұмсақ әрі сыпайы түрде жеткізеді. Оның сабағы Зираларға ұнайды. Сабақ аяқталып кететін кезде Амер Зираларды көріп, оған назарын салады. Сол кезде Абун дейтін жігіт имамды шақырып, оның Зираға қарап тұрғанын көрген ол қызды да шақырады. Сөйтсе, Абун мен Зира бұрынғы достар екен. Таныстыратын кезде Зира мен Амер бір-бірін сырттай танитынын естиміз. Қыз оның сабағына қатысып таныса, ал ұстаз Зираны Инстаграмнан көріп, оған жазылыпты. Сен маған жазылмадың дейді. Кейін Зира Амердің Инстаграмына жазылады. Оның кезекті сабағына қатысып, жігіт екеуі интернетпен тілдесе бастайды. Зира ақырындап үй тамағын жасап, өзгеруі байқалып, анасын қуантады. Аналары кеткенде Ники дейтін бірге қыдырып көңіл көтеретін жан құрбысы келіп, сен менен қашып жүрсің бе деп тиіседі. Доғар енді деп есікті жабады. Егер тозақ болса, екеуміз де сонда боламыз, 200 деп сөйлеп кетеді. Сөйтіп мешіттен қайтып жатқанда Амер Зираның анасының нөмірін сұрайды. Не үшін деген қызға байланыста болу үшін дейді. Амер анасына хабарласып, Зираны бірнеше рет көріп, онымен көп сөйлеспеген ол құда түскісі келеді. Соны анасы қызына жеткізіп, бұл сенің шешіміңе байланысты дейді. Содан қыз ойлана бастайды. Амер отбасымен бірге Зираның үйіне құда түсуге келеді. Жігіттің де әкесі жоқ болып, орнына ағасы әке ретінде ереді. Бәрі үйге кіргенде Амердің анасымен сөйлесіп жатқанда Зираның қолындағы тыртығын көріп түрі өзгереді. Бірақ жаман нәрсе сөйлемей, менің қызыма айналарсың деген үмітін айтады. Туыстар бір-бірлерімен жақынырақ танысып жатады. Зира Амерге сен мен туралы ештеңе білмей, үйленгің кеп жатыр ма десе, иә деп басын изеп, некеден кейін бір-бірімен жақсырақ танысатынын айтқанда, Зира келісімін береді. Содан жамағатпен намаздарын оқып, Амер мен Зираның некелерін
жүзіктерін қияды. Бәрі қуанып жүзіктерін тағып, қыздың маңдайынан, қыз болса жігіттің қолынан сүйіп, неке құжаттарын көрсетіп суретке түседі. Осылай екі жастың тұрмыстық өмірлерінің алғашқы күні бастау алады. Күні бойы тұрып жүргеннен кейін аяғы ауырған Зираны Амер көтеріп бөлмелеріне әкеледі. Сол жерде әйелін сүйетін кезде Зираның тынысы тарылып, өзін жайсыз сезіне кетеді. Түсінбеген жігіт не болды деп оған Алладан кешірім сұратып, зікір айтқызады. Осылай зікірді айтып, қыз ақырындап тынышталып, ұйықтап қапты. Сол кезде Амер оның қолындағы тыртықты көреді. Бірақ ештеңе сұрамай, оны оятып, тахаджуд намазына оқуға шақырады, яғни түнгі намаз. Қыз болса, мен әлі ұйқылы ояумын деп тұрмайды. Жігіт намазды өзі оқып алып, Алладан Зира үшін мені жақсы күйеу жасашы деп сұрайды. Соны естіп қалған Зира да аумин деп риза болады. Екінші күні мешітте Амердің уағыздарын тыңдайды. Осылай ақырындап қыздың жігітке деген махаббаты ашылып жатқандай көздерінен көрінеді. Сатушылар тұрған жерге әкеліп, Амер мынау менің бизнесім деп бал сатумен айналысады екен. Ол балдан дәмін тигізеді. Кейін үйде тағамдарын дайындап бірге жейді. Құранды оқып, азық-түлікке барады. Солай некедегі 5-ші күндері болады. Дүкенде жүргендерін Ники байқап, неге мені тойыңа шақырмадың деп жақындайды. Атақты ұстазға тұрмысқа шыққан қалай екен деп, Амерге біреуге үйленерден алдын оның бұрынғы кезін білгенің дұрыс деп тиісіп сөйлеп кетеді. Зира жаман боп қалады. Сосын Зира оған мен исламды жек көретінмін деп шындығын өзі айта бастайды. Сөйте оқып жүргенде ол бір қыздың ұрлық жасағанын көріпті. Соны мұғалімдерге айтқанда керісінше Зираны кінәлап жазалапты. Себебі әлгі қыз бір шенеуніктің қызы болған екен. Содан кейін Ники екеуі хиджаптарын шешіп, клубтарға барып, көңілдерін көтеріпті. Басында жақсы болған, кейіннен демала алмайтын болдым дейді. Соны естіген Амер ештеңе етпейді. Сен өзгеру барысындасың. Өткенді өзің мен Құдайдың арасына қалдыр деп оны қолдайды. Сол уақытта Зираның тағы да тынысы тарылып, өзін жайсыз сезінеді. Бір шетке тоқтап, қайта зікірді айтқызып, оны тыныштандырады. Үйге жеткенде Зира өтірік ұйықтағандай болады. Амер оны көтергенде қыз құшақтайды. Бөлмелеріне дейін көтеріп кеп жатқызады. Осылай екеуінің арасында махаббат шоғы тұтанады. Сөйтіп Зираның аяғы ауыр болып, Амер қуанып кетеді. Екеуі УЗИге барып, дәрігерге көрініп, оған дәрумендер жазып береді. Жігіт әзірше туыстардан жасыра тұрайық, сосын айтармыз деп өздері жүктілікті атап өтеді. Бір күні іші ауырып, астынан қан кетеді. Ауруханаға жеткен олар жағымсыз жаңалықты естиді, яғни баласын тастап қойыпты. Үйге келген Зираның көңілі болмай жылап жатады. Оны Амер құшақтап, Құдай бізге болашақта жақсы ата-ана болу үшін уақыт беріп жатқан шығар деп, Зираны барынша қолдап, оны тыныштандыруға тырысады. Достары мен туыстары жиналып бас қосқанда, Зирадан қалайсың, бала көтермедің ба деп сұрап қалады. Қыз сәл біртүрлі боп, жоқ деп жауап беріп, көтерген жоқпын ба деп тексереді. Алайда қыз екі қабат болмай, іші өртенген Зира күйеуіне көрсетіп, зарлап жылап, Амер оған тағы тырысып көреміз деп бауырына басады. Осылай некедегі 80-ші күндері келеді. Сөйтіп Зира уағыздарға қатысып, ол жақтан сынақтар және сабырлық деген секілді сөздер естіп, сәл болса да көңілі жайына түскендей болады. Содан түнде Зира күйеуін тахаджуд намазына оятатын күйге жетеді. Қуанып екеуі намаздарын оқып алып, дұғаларын жасайды. Екеуінің махаббаттары барған сайын нығайып жатқанын байқаймыз. Амер оған қаладағы ең күшті күріш деп дайындап береді. Оларды подкастқа шақырады. Түсірілімге қатысып, сіздер көптеген жастарды шабыттандырып жатсыздар деп, Зираға көп әйелділік туралы сұрақ қояды. Екеуінің де түрлерінің сәл өзгергенін байқаймыз. Зира діни тұрғыдан алып, барынша сауатты жауап беруге тырысады. Дінде көп әйелділікке қарсылық жоқтығын айтып, іштей күйеуін қызғанатынын білдіреді. Түсірілімнен кейін Амер көп әйелділікке байланысты сөз қозғап, өзге ешкім керек еместігін, маған сен де жетесің деп басқа үйленбейтінін айтып қуантады. 90-шы күнде жетеді. Екеуі киноға барып, Амер киноға емес әйелінің сұлулығына тамсанып, тек соған қарап отырады. Мен осылай қолдан ұстап кино көруді армандап едім дейді. Екеуінің бір-біріне деген махаббат сезімдерінің шынайы екендігін көреміз.
Кино бітіп қайтатын кезде тұрақта адамдар олай істемеңіз деген дауыстарды естіп барса, Зираның құрбысы Ники секірмек екен. Оны райынан қайтаруды ойлап шақырады. Бірақ қыз мен 2 қабатпын, Дэнди жауапкершілікті алмайды дейді. Сенің ең жаман кездеріңде қасыңда болдым, ал сен болса қасында болмадың деп қиын жағдайларда қолдамағанын айтқысы келеді Зираға. Амерде Никиге бәрі әділетсіз секілді көрінеді. Бірақ Алла бізді шектен тыс қиналтпайды деп әйтеуір екеулеп жүріп, оны секіруден аман алып қалады. Сөйтіп отасқандарына 100 күн болғанда Амер Зираға гүл сыйлап, мойнына алқа тағады. Сосын оны мынау біздің жаңа үйіміз деп салынып толық бітпеген үйлеріне әкеледі. Зира қуанышын жасырмайды. Мына жерде біздің жатын бөлмеміз, қасымызда балалар бөлмесі болады деп жоспар мен арман мақсаттарын айтып жатқанда, жігіт қарқылдап жөтеле кетеді. Түнде де жөтел қысып мазасы қаша бастайды. Дәрігерге қаралып өкпесінде дақтардың пайда болғанын көріп, оған қарқынды ем алғаныңыз дұрыс деп кеңес береді. Палатаға жатып емін қабылдауға кіріседі. Арасында Зира екеуі сол жерде намаздарын оқып алады. Болған соң Зира күйеуінің қолын сүйеді. Кейін танитын ұстаздарға хабарласып, Амер үшін дұға жасаңызшы деп өтініш білдіреді. 160 күн болып, Амердің жағдайы жақсарып, ауруханадан шыққаны ол әйелі екеуі жаттығуларын жасайды. Сол кезде жігіт сенің анаңа барып қайтайық деген ұсыныс тастайды. Сен толық қалпыңа келгеніңше демалуың керек десе, жігіт анаңды көрмегелі көп болды, сағынып та қалдым деп баруға көндіреді. Анасы мен Беллаға әшекей алып жолға шығады. Үйге жетіп туыстарын көрген Зира қуанып олармен амандасады. Амер сыйлықтарын беріп, барлығы көңілді отырады. Ертесіне жағажайға келіп, Амер мен бақыттымын. Қартайғанда осында көшіп келейік. Ата әже болғанда жағажаймен серуендейміз. Маңызды мейрамдарда балаларымыз бен немерелеріміз бәрі бірге жиналады деп армандайды. Зира әмин деп күйеуінің тілегінің орындалғанын қалайды. Сонда жайған дастарханға жайғасып, тамақтанып, жағада су шашып, ойнап көңіл көтереді. Кейін Амердің жөтелі басталып, ауруы оралып, оны қайта ауруханаға жатқызады. Ыстығы көтеріліп, жаурадым деп қалтырайды. Дәрігерлерді шақырып, температурасын түсіреді. Ештеңе ойлама деп телефонын алып қойып, денсаулығыңды ойла деп бұртиып кетеді Зира. Көңілсіз кезде әдемісің деп күлімдеп, жақсы, ештеңені уайымдамаймын деп әйелінің айтқанын орындауға дайын екендігін көреміз. Оны душқа кіргізіп, дәретін алуына жәрдем береді. Кейін Амер қасынан шықпаған Зираға демалып кел деп үйіне жібермекші болады. Кеткісі келмеген әйеліне жаңа үйімізді көріп кел деп әйтеуір демалып келуіне көндіреді. Үйге келсе, күйеуі оған жақсы көретін жемісінің жұмсақ ойыншығын дайындап қойыпты. Сол кезде ол хабарласып, ойыншық ұнады ма деп екеуі тілдеседі. Кейін жаңа үйлеріне кеп, жұмысшыларға ішін Амер екеуміз бояймыз деп жатқанда, ауруханадан қоңырау түсіп, жылдам көлігіне отырып, сонда жетеді. Палатаға келсе, орын бос тұрады. Көріп, ойындап тұрғанда, артынан қымбаттым деп Амер көрінеді. Қорққан әйелі оны құшақтап, уайымдап кеттім ғой дейді. Амер Зираның жақсы көретін жемісін дайындап қойыпты, бірақ Амер ол жемісті ұнатпайды екен. Әйелі үшін сол жемістен жеймін деп уәде берген соң одан дәм татады. Тәтті екен деп екеуі көңілденіп жеп отырады. Сонда Амер, сен қасымда болсаң, менің проблемаларым жоғалып кеткендей болады. Сенмен мақтанамын, мықты бол деп әйеліне сезімі мен ақылын айтады. Денсаулығына байланысты намазды кереуетте отырып оқиды. Жігіттің жағдайы барған сайын нашарлай береді. Зира, сен сауығып шыққанда үйді өзің айтқандай ақшыл сарыға бояйық. Сен жазылуың керексің, сен күштісің ғой деп оны барынша демеп қолдауға тырысады. Бірақ жігіттің көздері жұмыла бастап, оны жансақтау бөліміне алып кетеді. Барлық туыстары сыртта дұғада отырады. Содан дәрігер шығып, Амермен сөйлесуге тек бір адам ғана кіре алады дегенде, Амердің анасы Зираны жібереді. Күйеуіне жақындап, сен шаршаған шығарсың, мен мұндайға дайын емес сияқтымын дегенде, Амер маскасын шешіп, күлімдеші, мықты бол, мені кешір дейді. Не үшін кешірім сұрап жатсың, сен де мықты бол деп, кезінде өзі үйреткен зікірді, ұлы Алладан кешірім іздеймін деп Амерге айтқызады. 2-3 рет қайталаған жігіт әлсіреп барып, отасқандарына 172 күн болғанда жан тапсырады. Kehilangan cinta
Анасы да терезеден бақылап жылайды. Күйеуінен шығып, алдын жатқан палатасына келіп, сыйлаған ойыншығы мен киімдерін құшақтайды. Палатада еңіреп, көз жасына ерік береді. Амерді жерлеп дұғаларын жасайды. Сонда Амердің анасы не болса да сен менің қызым болып қала бересің дейді. Осылай қыдырымпаз қыз өмірін өзгертуді қалап мешітке келеді. Амермен танысып, екеуі көңіл жарастырып отау құрады. Бір-бірлеріне демеу боп, кез келген нәрседе қолдап, екеуі шынайы ғашыққа айналады. Енді өмірлері жақсарып келе жатқанда, жігіт ауруға шалдығып, келместің кемесіне мінеді. Зира Амер екеуі алға қойған арман мақсаттарын бірге жүргенде іске асыруды ойлап, оны елестетіп, үйді бояп, жағажайда серуендейді. Естелік ретінде 172 күн Надира Шафе "Мен сені сағындым" деп ішіндегісін қағазға түсіреді. Кейін Зира мен Амердің шынайы фотолары мен видеосы көрсетіліп, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.